Өмірдің мәні не? Ерте уақыттардың бірінде бір адам өмірдің мәні туралы ойлайды. Өзі тапқан жауаптардың ешбіреуіне қанағаттанбаған ол өзгелерден де сұрай бастайды. Бірақ олардың берген жауабын лайық көрмеді. Өмірдің мәні сөзсіз бар деген ол жан-жақтан осы сауалдың шешімін табатын адамды іздестіре бастады. Ел жерді кезіп жүргенде біраз уақыт өтіп кеткен еді. Бар үміті желге ұшып келе жатқанда бір ауылдың адамдарына кезгеді. Олар: "Бұл заңғар тауды көріп тұрмысың? Осы тауда бір дана қария өмір сүреді. Сен іздеген жауапты бәлкім сол біліп қалар", деді. Ауыр сапардан діңкелеп, дана ақсақалдың үйіне жетеді. Есіктен кірген соң өз сауалын қариядан сұрайды. Дана: "Саған оның жауабын айтармын. Әуелі бір сынақтан өтуің керек", дейді. Адам қарияның ұсынысын қабыл алды. Қария кісі бұл адамға бір қасық ұсынып, ішіне зәйтүн майынан кішкене құйды. "Қазір шығып бақшаға саяхат жасаңыз. Тек абай болыңыз, қасықтан бір тамшы майды болсын тамызып алмаңыз". Әлгі адам екі көзін кішкене қасықтан алмастан баққа саяхат жасап келеді. Данагөй қасыққа қарап: "Жақсы, ал бақшамыз қалай екен?" деп сұрайды. Таңырқаған ол: "Мен қасықтан өзгеге көз сала алмадым", деді. "Қазір бақты қайтадан аралап қайтыңыз. Қасықты қолыңызға әлгіндей ұстап жүріңіз", деді дана қария. Адам қайтадан баққа кірсе, ол жердің сұлулығына тәнті болыпты. Бақшаны аралап таң тамаша болып келген одан бақша қалай екен деген сұрау қайтадан сұралды. Ол көрген сұлулығына қайран қалғанын айтып тауыса алмайды. Ақсақал күлімсіреп: "Бірақ қасықта май қалмапты", деді де: "Байқасаңыз, өмір біздің көзқарасымызға тәуелді. Бір ғана нәрсені көрсеңіз, өмір өтер кетер, тереңіне бойлай да алмайсыз. Ал бар әсемдіктің ортасында өмір кешкеніңізді сезінген сайын, өмір мәнді бола түспек. Адам өмірінің мәні оның дүниеге қалай қарауында жатыр".